Көгілдір таулар. Шыңылтыр Сібір кейінде қалған. Пойыз кішірек станцияға кеп тоқтады. Көктем кезі еді. Алайда бұл жердің күн қақтаған құмына қарап, дәл қазіргі шақта енді бір жерде бәшек гүлдеді дегенге сенгің келмейді. Тіпті алдымызда өзен суы жайылып, темір жолы басып кетті дегенде көкеге қонбайды екен. Вагоннан топырлай түскен жолаушылар көлеңке қуып сенделіп жүр. Алғашқыда пойыздың тоқтағанына назаланып, тепловоз басындағы пойыз бастығын ортаға алып шу көтерген. Енді міне, күннен қорғаланай отырып күбір-күбір әңгімеге кіріскен. Тепловоз да тым-тырыс. Составтың басында жабулы семафорға шекесінен қарап, жасыл қоңызға ұқсап тұр. Біздің ауыл жарыс аққан қос бұлақтың ортасында орналасқан. Ең шетте биік таудың дәл етегінде мен туған сол бір ескі балшық кепе тұратын. Біздің үйден шыққан жалғыз аяқ терең жатқалды, өрлеп, алыстағы көк көмбек боп көрінген көгілдір шпалдарды санай басып біраз жүрдім де, әлден соң күнге кірдім. Тымырсық тыныштық басып тұр. Көңілсіз ақ. Әсіресе осындай жолаушы шыққанда жалғыз болсаң, көңілге мұң торлайды. Ал мен бір купеде өзім ғана келемін. Терезе алдына отырып, алыстағы көгілдір тау сілемдеріне көз жібердім. Ол жақ менің туған жерім, менің туған ауылым. Ол таудағы әрбір жалғыз аяқ соқпақты білемін мен. Онда менің ешқандай ет бауыр туысым болмаса да, тағы да бір туған үйіңе соқпай өтіп барасың ау сен деген жабырқау ой орала береді көңіліме. Апыр-ау, сол бір аласа ғана бел ортасынан жерге шөккен, бір жағына қарай қыңыранған, терезе орнына қырық құрау шыны құрсаланған балшық кепе бар ма екен? Десеңші бұл күнде тауларға қарай кететін. Үйдің артындағы кішкентай сайдың ішінде жазғытұрым малина гүлдесе, күзге қарай қара бүлдірген тамсанып тұрушы еді. Неше түрлі тау гүлдері, қалақай, итмұрын атаулар, ит тұмсығы өтпестей боп сыңсып өсетін. Әрине, мен ауылдан аттанғалы талай жылдар өтсе де, үйдің азып тозып, құлап қалуы мүмкін емес. Ол үйді әлдекім жылма-жыл жөндеп, сырлап, сыртын әктеп қойған шығар. Туған ауылымның адамдарын білемін ғой. Олар менің енді қайтып оралмасыма көздері әбден жетпейінше, біздің үйдің отын ешқашан сөндірмейді. Әрбір адамның туған жеріне, жүрегіне ыстық отаны, ошағы болады. Ол ошақтағы жарқыраған от әрқашан қол бұлғап, иесін өзіне шақыратты тұрады. Сондай оттың менің атанам қоныс еткен үйді де әлі күнге дейін жанып тұрғанына кәміл сенемін. Ол сонау көгілдір таудың етегінде, менің алғашқы балғын шағымның, қуанышымның, жабырқаулы балалық шағымен өткен өлкеде. Егер мен қазір есік қағып кіріп барсам, ол үйдің мені танымайтын тұрғындары өздерінің туған ұлындай қарсы алатынын да білемін. Ол үй ғана емес ау, бүкіл ауыл болып маған ыстық құшағын ашар еді. Әне, анау жатқан құмтаудың төбеден асып түссең, ескі қара жол бар. Ол жолмен түнделете жүріп отырып, балалық шағымның базары болған көгілдір тауға ертеңгі таң сәріде жетуге болады. Бірақ бұл сапарға да ата қонысыма соға алмаймын. Қызмет жайы солай. Бүгін түн Алматыға жетуім керек. Одан әрі Душанбеге ме, болмаса Будапештке ме, әйтеуір тағы да бір жаққа жүріп кетуге тура келеді. Ал туған жерім, көгілдір тауларға қашан ораламын, ол жағын өзім де білмеймін.